бізге естелік болып қалды. Сол осы Шерхан Мұртазаның ең бір көрнекті шығармаларының бірімен таныс боласыздар. Тарихи, шындыққа жанасатын шығармаларының бірі. Шерхан Мұртаза өзінің балалық шағын еске алған кезде, Айша шешем кеудесінен сүт шықпай қалғанда талқанды матаға түйіп, оны суға матырып, маған соны сорғызады екен. Сол қорек болып деп естелігінде жазған екен. Шерхан Мұртазаның дүниеге келген жылына назар аударыңыздар. 1932 жыл қазақ тарихында қандай оқиға болды? Аштық болды апай, 32-33-те. 32 жылы ашаршылық болды сіздің. Иә, ашаршылық. Неге? Себебі? Себебі Голощекиннің, Сталиннің дұрыс, иә. билік жүйесінде. Солардың басқару билік жүйесінен дейсіз, е? Оны қандай дәлелдермен келтіре аласыз, мысалы? Оны мен мына фактілер мысалдармен дәлелдей аламын. Тарихқа кішкене тоқталшы, қандай дұрыс айтып тұрсың? Барлығының малдарын бірдей қылып, дәрежелерін бірдей, малдарын тартып алды, барлығына бірдей мал берді. Дұрыс, өте. Байлардың малдарын тартып алды. Осыған байланысты, яғни сол 32 жылғы ашаршылық қазақ халқына зиянын кесірін тигізді ма? Иә, тигізді, себебі көптеген өзіміздің қандастарымыз басқа елге қазір. Гүлдана, Шымбақты алып қосарларың бар ма осыған? Иә, дұрыс айтасыздар. 1932 жылы қазақ тарихында ашаршылық болды. Сонда өте қазақ халқының басынан өткен дүрбелең қиыншылық заман орын алды. Енді соған бір дәлел ретінде қазір мына видеоға назар аударыңыздар. Яғни, өздеріңіз көріп отырғандай, ашаршылықтың қазақ 390-да осы Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» деген драмасын өтеміз. Сіздердің әдебиеттеріңізде осы «Бесеудің хаты» деген драмасы бар. Бұны өтудегі мақсатымыз
көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтаймыз және даралаймыз. Көркем шығармадағы кейіпкерлер кімдер? Олар шынайы тұлғалар ма? Олар қиялдан туындаған адамдар ма? Бесеудің хаты деп неге аталады? Соның барлығын көркем шығармадан талдайтын боламыз. Жалпы сабақтың мақсаты осы қоғамдағы мәселелерді кейіпкерлер бейнесі арқылы анықтайтын боласыздар. Сіздер шығарманы оқи отырып, сол кезде қоғамда болған мәселені, қазіргі қоғамдағы мәселені осы кейіпкерлер бейнесі арқылы анықтайсыздар. Кейіпкерлердің образын талдай алатын болсаңыздар, типтік бейнелерді ажырата алатын болсаңыздар, кейіпкерлердің психологиясын зерттейтін болсаңыздар, сіздер жақсы бағамен бағаланатын боласыздар. Түсінікті ғой, анық көрініп тұр ма? Осының чатына файлға қазір бір ссылка жіберемін. Сол ссылканы ашып, өздеріңіз тыңдалыммен тыңдайсыздар. Яғни шығарманың арнайы тыңдалымы бар соның ішінде. Барды ма сіздерге, қараңыздар? Келесі сабаққа дайын болыңыздар. Осы Шерхан Мұртаза, яғни Ғабит Мүсірепов туралы жазады. Ғабит Мүсірепов дегеніміз кім еді? Жазушы. Жазушы, е? Апай, сол бесеудің хатында Ғабит Мүсіреповтің сөйлегені бар ма? 5 адамның. Бар ішінде 5 адам бар, сол адамдар Голощекинге хат жазады. Яғни сол кездегі халықтың аштығын, аш халықты, сол кездегі жаңағы ұжымдастырудың әсері, малдарының қырылып жатқаны, адамдардың қырылып жатқанын Сталинге жазады, бірақ Сталинге жетпей ол Голощекиннің қолына түседі. Содан кейін олар қудаланады, қудаланып соның ішінде біреу ату жазасына кесіледі, қалғаны қудалауға ұшырайды. Солар кімдер? Олар халықтың қандай мұң-мұқтажын қозғады? Осы жөнінде шығармамен танысыңыздар. Аудио жазбада бар. Келесі 6-сынан бастап қосылатын сабақта біздер осы тақырып бойынша сабақ жүргізетін боламыз. Жалпы сабақтың құрылымы осылай өтеді. Түсінікті ма? Қиын ба? Сөйлеген ыңғайсыз деймін. Неге? Менің даусым ыңғайсыз естіліп отыр ма сіздерге? Жоқ, сіздің даусыңыз нормально. Біз сөйлесек ыңғайсыз сияқты. Үйреніңдер. Осылай кері байланыс жасап, Назерке қандай қылып түсіндіріп айтып берді. Осы жөнінде, яғни тарихпен байланыстыра өтеміз. Осы сабақтарымыздың барлығын шығарманың 1-2 бөлімін оқыңыздар, танысыңыздар. Келесі сабақта осы жөнінде талқылау, тапсырмалар болады. Сол тапсырмаларды осы группаның чатқа жазып отырып орындайтын боласыздар. Түсінікті ғой? Жақсы, олай болса сабақ аяқталды. Рахмет кіргендеріңізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.